Бәріне сәлем, тігін блогына қош келдіңіз. Сіздермен Гүлхан. Бүгінгі видеода біз осындай дайын лекалармен астарлы жилетка тігуді үйренетін боламыз. Неше метр мата қажетті материалдар тізімін описание бөліміне жазып қалдырамын. Лекаламызды алып келеміз. Өз өлшеміміз бойынша лекаланы осылай параққа шығарып алатын боламыз. Бірінші бетінде лекаланы қалай жабыстыру керектігі көрсетіледі. Сол бойынша өзіміздің лекаламызды принтерден шығарып, қазір қайшымен қиып жабыстыратын боламыз. Ендеше бастайық. Бізге осындай негізгі мата қажет болады. Астарлы мата, түсіне сай бір жіп, 5 түйме және қосымша осындай клей материал қажет болады. Бізде осылай жабыстыратын кезде 1 сантиметрді осылай бүктейтін боламыз. Мінекей осылай бүктейміз. Мына жерде белгі болады, сол белгілер бойынша осылай жатқызамыз. Барлық парақтарды қосып жабыстырып алдық. Енді қиып шығамыз. Лекаламыз дайын. Лекалада мән берсеңіз, барлығы жазылып тұр. Алдыңғы бой жаны, яғни мынау алдыңғы бойдың жанының бір бөлігі негізгі және астарлы мата. Екі матадан да қиып аламыз. Өлшем 42-ші 2 данадан. Матамызды пішпестен бұрын матаны теріс жағынан ыстық бумен үтіктеп аламыз. Содан кейін оң жағын ішіне қаратып, теріс жағынан осылай 2 бүктеп жатқызамыз. Мынау матамыздың теріс жағы шатасып кетпес үшін осылай 2 істеп қоямыз. Бізде лекалада 4 деталь бар, соның 3-еуі 2 бөліктен тұрады. Тек мына артқы бойдың центрі мінекей 1 дана деп тұр, 1 бөліктен тұрады. Сол себепті де мына шетін бүктелген жерге әкеліп жатқызамыз. Осындай ауыр зат қойып, толықтай бастырып шығамыз. Бізде осындай мойында бір жырық бар, соны осылай бір шетін қиямыз қайшымен. Сосын мына выточканы осылай бүктейміз. Содан кейін матаға осылай көшіреміз. Бүкіл лекаланы көшіріп алдық. Мына бір бөліктен бүктелген жер жатыр. 2 бөлік, 2 бөлік, 2 бөлік енді қиямыз. Мына жерде бізде бағанағы белдің сызығы болатын, соны 2 мм-ге кертіп аламыз. Осылай кертіп аламыз. Содан кейін мына выточканы екінші жаққа көшіруіміз қажет болады. Ол үшін бір түйреуішті мына выточканың ұшына қоямыз. Және мына 2 ұшын екінші басына көшіреміз осылай. Мінекей сонда бізде 3 бұрышы дайын болады. Сызғыштың көмегімен қоса саламыз. Мына басын, мына басын. Астарлы матаның оң жағын мен теріс жағын айқындау өте қиын, сол себепті де бірден осылай теріс жағына белгі қойып қояйық. Клей материалды алып келдік, 2-ге бүктедік. Мына ұзын бөлікті бірінші клейлеп аламыз. Теріс жағына клей материалдың мына бүдір-бүдір жағын жабыстырамыз. Бүдір-бүдір жағын осылай жабыстырамыз. Үтікті осылай жылжытпаймыз, тек печать түрінде басамыз. Мінекей осылай. Алдыңғы бойды алып келеміз. Бізде мына жерде де бағана кертіп алған жер бар, мінекей. 2 бөліктен сол жерді тауып, бірінші сол жерді қосып аламыз. Енді тігін машинасына барып, негізгі матаның барлық бөліктерін шетіне 8 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Жилетканың барлық бөлігін клей материалмен қатты етіп алдық. Енді бізде мына жерде выточка бар, соны көшіріп аламыз лекаладан. Выточканың ұшын белгілеп, мына 2 сызықты бір-біріне осылай қосамыз. Енді жан бөліктерін алып келіп, бағанағы бізде кертіп алған жер бар, сол жерлерді бір-біріне беттестіріп түйреп шығамыз. Тігін машинасында қазір выточканы басынан соңына дейін закрепка беріп тігеміз. Мына бөліктерді шетіне 8 мм жеткізбей тігін машинасында тігіп шығатын боламыз.
Астарлы матаның бөліктерінде тура негізгі матадағыдай етіп бірінші жинап аламыз. Енді алдыңғы бойды да осылай жинап аламыз. Барлық бөліктерді тігіп шығатын боламыз. Мына выточканы тіккен кезде бір 10 см жіпті артығымен қиямыз, 2 мәрте түйіндесек жеткілікті. Енді қалған бөліктерді тігетін кезде осындай магнитті қолдануға кеңес беремін. Бұл бағасы Каспийде бір 400 теңгедей тұрады. Өзімізге қажетті ұзындықты қойып қоямыз. Бізге 8 мм қажет. Шамамен көздің мөлшерімен есептеп қойып, осылай тігетін боламыз. Басында, соңында закрепка береміз. Барлық бөліктерді қосып тіктік. Енді үтік үстеліне барып үтіктеместен бұрын осылай кертіп алуымыз қажет болады. Тігіске 2 мм жеткізбейміз, 2 см арақашықтықта кертіп аламыз бүкіл тігісті. Жилеткамыздың артқы бойы толықтай дайын. Осылай үтіктеп алдық. Енді алдыңғы бойын алып келеміз. Мына жаққа, мынау бізде мына бөлік. Алдыңғы артқы бойды иық тігістерінен қосып, тігісті екі қаратып үтіктейміз. Астарлы матаны алып келеміз. Астарлы матаны тура солай тігіп алдық. Мына припусктың барлығын жанына қаратып үтіктедік. Оң жағын бір-біріне беттестіріп, иық тігістерінен қосып тігіп, тігісті екі жаққа қаратып үтіктейміз. Енді осылай жатқызамыз. Оң жағынан астарлы матаны алып келеміз. Оң жағын бір-біріне беттестіреміз. Енді бізге қазір мына жерді тігу керек. Мына үш бұрыштан бастап, мына түйменің орнын, мойын, артқы мойын, мына мойын, түйменің орны және мына үш бұрышқа дейін. Сол жерді қазір ине түйреуішпен тігінен түйреп аламыз бірінші. Мына бұрыштан бастап шетіне 8 мм жеткізбей, толықтай айналдыра тігіп шығамыз. Енді мына мойындағы артық сантиметрлерді қиып тастаймыз. Содан кейін барлық бөлік жақсы ашылу үшін әр 2 см сайын тігіске 2 мм жеткізбей кертіп аламыз. Енді негізгі мата мен астарлы матаны оң жағынан ашамыз. Мына припусктың барлығы астарлы мата жаққа қарап жатуы керек. Сөйтіп тігін машинасында мына астарлы матаның үстінен мына екі ортадан 1 мм асырып, толықтай айналдыра тігіп шығатын боламыз. Мінекей сонда бізде осындай өте сапалы тігіс шығады. Енді осы тігісті толықтай бір үтіктеп аламыз. Мінекей мынау біздің бағанағы тігісіміз. Киімді үтіктеп алдық. Сол тігіс тура мына қиылыста жатады бұрышта. Сонда киімді кию барысында астарлы мата ешқашан сыртына шықпайтын болады. Әсіресе осы көрінетін жерінде. Жилеткамызды қайтадан теріс аударамыз, яғни оң жағы ішінде. Енді мына негізгі матаның қолтығы мен астарлы матаның қолтығын қосып тігіп аламыз. Шетіне 8 мм жеткізбей закрепка беріп, мына екі қолтықты тігіп аламыз. Қолтық жағынан тігіп алдық. Енді кертіп аламыз тағы да. Енді киімнің ортасына қолымызды салып, мына иық жақтан мына бөлікті оң қаратып аламыз. Қолымызбен ұстаймыз, шығарамыз. Келесісін шығарамыз. Мінекей сонда сыртынан бізде осындай сапалы өңделген тігіс пайда болады. Үтік үстеліне барып үтіктеп аламыз да, ары қарай жалғастырамыз тігуді. Мінекей жилеткамыздың қолтық жағы дайын болды. Міне іш жақтағы тігіс пен сырт жақтағы тігіс бір-біріне сәйкес келген. Мына иық тігістері де және мына артқы жақтың тігістері де бір-біріне сәйкес келді. Өте сапалы шығып жатыр. Енді жан тігістерін тігіп қосайық. Бірінші астарлы мата мен астарлы матаны түйреп аламыз. Мына жердегі қосымша припусктарды екі жаққа қаратып түйреміз. Сонда мына жер қалың болмайды. Бір жағын түйредік. Енді жилетканың екінші жағын түйрейтін кезде біз мына астарлы матадан бір 10 см жерді тікпей қалдырамыз. Ол бізге қазір жилетканы оң қарататын кезде қажет болады. Ұмыт кетпес үшін осылай бормен бір 13 см жерді белгілеп қоямыз, сол жерді тікпейміз.
Мінекей біз жаңа астарлы матаның жан тігісін және негізгі матаның жан тігісін қосып тіктік, үтіктеп алдық. Ал екінші жанын біз мінекей 12-13 сантиметр тікпей қалдырған болатынбыз. Қалған жерін бәрі тігілді. Оң жағынан мінекей осылай таза жұмыс шығады. Енді бізге мына төмен жағын толықтай тігіп, түймелеріміздің орнын тігу қалды. Теріс қаратамыз сол үшін. Мына негізгі мата мен астарлы матаның бөліктерін рет-ретімен қосып шығамыз. Осылай түйреп алдық. Енді шетіне 8 мм жеткізбей, басында соңында закрепка беріп, толықтай тігіп шығамыз. Сосын тігісті үтіктейміз. Бағанағы тесіктен оң қаратамыз. Киіміміздің төмен жағын толықтай үтіктеп алдық. Осылай көрінеді. Енді жилеткамыздың тігілмеген мына жері ғана қалды. Мінекей осылай түйреп алдық. Енді тігін машинасында осылай 1 мм жерде тігіп шығамыз. Закрепка береміз. Осындай тігіс пайда болады. Тігісті бір үтіктейміз. Лекаламызды алып келеміз. Осылай қиямыз. Жилеткамызды алып келеміз. Түймелерді алып келеміз. Петляның ұзындығы бізде мына түйменің диаметрінен 5 мм-ге ұзын болады. Менде 1,5 см, яғни 2 см ұзындықта тігінен 5 петля тігіп шығам қазір. Полуавтомат табанды алып келеміз. 2 см тауып аламыз. Мінекей осы жерде, яғни 5-ші қызыл жолақ. Осындай матаның бір қалдық бөлігін алып келіп тексереміз. Селекторды бірге қоямыз. Тігістің ұзындығы 0 мен 1-дің ортасында. Өзімізге қазір бормен сызып алайық. Мына петляны қазір тігіп шығамыз. Инені көтеріп, 2-ге ауыстырамыз селекторды. 2-ге қойдық. 3-ге қоямыз. Селекторды 4-ге қоямыз. Мінекей осылай тексеріп алғаннан кейін өзіміздің жилеткамызды тігіп шығамыз. Теріс жағынан осылай көрінеді. Енді бір үтіктеп алып, түймемізді қадаймыз. Өткір қайшы немесе қысқыштың көмегімен кертіп аламыз. Түймелерді қадап шығамыз. Мінекей түймелерді қадаған кезде ешқандай мына жерде артық мата немесе томпайып тұру болмау керек. Өте сапалы шықты. Мінекей осымен біздің дайын лекаламен тіккен жилеткамыз дайын болды. Ішінен де сыртынан да өте сапалы тігілді. Барлық тігістер дұрыстап өңделді. Ішін көрсетейін. Ешқандай артық жіп немесе дұрыс емес өңделген жер қалған жоқ. Барлық жері сапалы өңделді. Өзіңізге тігіңіз, жақындарыңызға тігіп беріп қуантыңыз, тапсырысқа тігіп табыс табыңыз. Сіздермен болған Гүлхан. Келесі кездескенше.